Бұл видеода біз фотосинтез туралы сөйлесетін боламыз. Фотосинтез дегеніміз не? Фото жарық дегенді білдіреді, ал синтез болса, бұл бір нәрсені құрастыру дегенді білдіреді. Және бұл как раз осы фотосинтез кезіндегі процестің тікелей анықтамасы. Яғни жарық арқылы құрастыру деген сөз. Сен осы күннің сәулесінде болатын энергияны қолдану арқылы бір нәрсені құрайсың. Біздің жағдайда конкретно көмірсуларды құру үшін қолданасың. Глюкоза, сахароза, крахмал деген сияқты. Мына жерде төменде бізде фотосинтездің теңдеуі бар. Сен 6 су молекуласын 6 көмір қышқыл молекуласына жарықты қолдану арқылы қосып, біріктіріп, глюкоза сияқты қанттарды түзесің. Мына жерде С6H12O6 деген ол бізде глюкоза молекуласы. Және де қосалқы өнім ретінде фотосинтезде бізде оттегі газы түзіледі. Так, мына теңдеудің сол жағындағыларды біз реагенттер деп атасақ, оң жағындағылар бізде өнімдер болып шығады. Жақсы ма? Так, енді сол жақтағы мына күнбағыстың суретіне келейік. Бұл молекулалардың өсімдікке қай жерден кіріп, қай жерден шығатынын көрсетеді. Су барлығымыз білеміз, өсімдікке тамыр арқылы түседі. Мына жерде көріп тұрсаң, су мен минералдар тамыр арқылы өсімдікке тартылып жатыр. Ал көмір қышқыл газы болса, өсімдіктерге жапырақтарында орналасқан лептесік деп аталатын мынандай есіктері болады. Вот сол арқылы осы көмір қышқыл газдары ішке кіреді. Және де фотосинтез процесі болғаннан кейін одан түзілетін оттегі газдары тап осындай лептесік дейтін есіктер арқылы сыртқа шығып кетеді. Жақсы ма? Вот, осы көмір қышқыл газы мен мына су молекуласының өсімдіктерге қалай кіру керек екенін сен есіңде сақтап ал. Так, енді хлоропласттарға барайық. Хлоропласт дегеніміз фотосинтезді жүзеге асыратын органоид. Сен тағы осыған дейінгі сабақтарда бәлкім митохондриямен де кездескен шығарсың уже. Митохондрия дегеніміз бізде жасушаның ішіндегі тыныс алу процесі немесе энергия шығару процесі жүзеге асатын органоид. Вот, егер де байқасаң, хлоропластта болатын біздегі фотосинтез және де митохондрияның ішіндегі болатын тыныс алу екеуі бір-бірлеріне қарама-қарсы. Бізде фотосинтез кезінде көмір қышқыл газы мен, мына жерде айттық, су екеуі бір-бірлерімен қосылып, жарықтың энергиясы арқылы глюкоза мен оттегі молекуласын түзейтін болса, тыныс алу процесінде керісінше мына оттегі мен глюкоза бір-бірлеріне қосылып, бізде көмір қышқыл газы мен су молекуласын түзеді. Және де осы процесс барысында бізде еще энергия шығады АТФ түрінде. Бұл бізде митохондрияның ішінде болатын энергия шығару процесі немесе тыныс алу. Вот, осы екі процестің айырмашылығымен сен жақын таныс болуың керек. Жақсы ма? Так, сен еще осыған дейін фотосинтез процесін қандай пигмент қатысады деп сұрақ қоятын болса, оның хлорофилл екенін де білуің мүмкінсің. Вот, осы хлорофиллдар бізде мына хлоропласттың ішіндегі тилакоид деген структураларда немесе құрылымдарда орналасқан. Вот сол тилакоидтың мембранасында орналасады. Бүйтіп. Жақсы ма? Мына бір зат бізде тилакоид, бір диск тәрізді дөңгелек мембраны тилакоид, ал осы тилакоидтардың этаж болып бір-бірлерінің үстіне бүйтіп орналасуын біз граны деп атаймыз. Жақсы ма? Мынау бізде граны, мынау бізде граны, мынау бізде граны. И осы тилакоидтың ішін, немесе гранының ішін біз люмен дейміз. Ал тилакоидтың сыртқы жағы болса, мына хлоропласттың ішкі сұйықтығы болса, оны біз строма деп атаймыз. Окей? Және де хлоропласт бізде екі мембранадан тұрады. Ішкі мембранасы бар, сосын сыртқы мембранасы бар. И екі мембрананың арасын біз мембрана аралық кеңістік деп атаймыз. Мына хлорофилл сенде именно көк сәуле мен қызыл сәулені жұтады. Бірақ жасыл сәулені именно ол жұтпайды, керісінше шағылыстырып, шығарып жібереді. Сондықтан сен өсімдіктердің жапырақтарын, сабақтарын көбінесе жасыл түсте көресің. Так, енді фотосинтездің өзіне кірсек. Фотосинтезді біз екі кезеңге бөлеміз. Жарыққа тәуелді реакциялар және де жарыққа тәуелсіз реакциялар деп. Жарыққа тәуелді реакциялар немесе жарық кезеңі, мына сол жақтағы, ол бізде хлоропласттың ішіндегі жаңағы айтқан тилакоидтарда жүзеге асады.
Жақсы ма? Ал Кальвин циклі болып табылатын жарыққа тәуелсіз реакция, немесе бұны басқаша біз қараңғы кезең деп те атаймыз, ол бізде хлоропласттардың именно сұйықтығы, яғни строманың ішінде болады. Аттар айтып тұрғандағыдай, жарық кезеңі тікелей күн сәулесімен байланысты. Міне мына жерде күн сәулесін бүйтіп салатын болсақ, осымен байланысты болады. Ал қараңғы кезең болса, немесе Кальвин циклі, бұл бізде күн сәулесімен тікелей байланысты емес. Жарыққа тәуелді реакциялар бізде мына жерде мына су молекуласын алып, оны оттекке дейін тотықтандырады. Жақсы ма? Судан электрондар кетіп қалады деген сөз. Мына судың ішіндегі электрондар суды тастап кетіп қалады, и оның ішіндегі сутек протондары да кетіп қалады деген сөз. И осылайша бізде тек қана оттек қалады. Тотығу дегеніміз осы. Ал тотығу реакциясы болған кезде онымен бірге бізде міндетті түрде тотықсыздану да реакциясы болуы керек. Яғни мына судан кетіп қалған электрондар бір жерге немесе біреуге барулары керек. Вот, осы жерде бізде НАДФ деген тасымалдаушы кіріп келеді. Осы НАДФ мына электрондарды өзімен бірге алып, алады қосып, и строманың ішіндегі сутектерді өзімен бірге алады да НАДФH деген молекулаға дейін тотықсызданады, яғни электрондарды өзіне алады. Сосын еще мына жарықтан келетін энергия осы тек қана НАДФH-тың түзілуі емес, бұл жарықтан келетін энергияның тағы бір бөлігі мына АДФ-қа үстінен фосфор қосып, одан бізге АТФ жасап береді. Жақсы ма? И бұл процесс бізде АТФ синтазы деп аталатын ферменттің көмегімен өндіріледі. Енді жарыққа тәуелді реакциялар үшін сіз өнімдердің оттегі АТФ және де НАДФH екенін, және де реагенттердің су, НАДФ және де АДФ плюс фосфат екенін білуің керек. Жақсы ма? Мына жерде НАДФ-ті біз НАДФ плюс деп көреміз көбінесе, себебі бұған бір электрон жетіспейді. Как раз таки сол электрон жетіспегендіктен ол өзіне электрондарды қосып алады мына жерде. Енді оң жақтағы жарыққа тәуелсіз реакцияларға немесе Кальвин цикліне көшейік. Кальвин циклі көмірқышқыл газын алады және де оны жаңағы осы процесс барысында глюкозаға дейін тотықсыздандырады. Яғни байқап отырсаң, мына көмірқышқыл газы өзіне электрондарды алады және де сутектерді алады. И глюкозның формуласын еске түсіретін болсақ, С6H12O6. Яғни осыған дейін бізде тотықсыздану керек, электрондарды алу керек. Енді бұл бізде тотықсыздану процесі болғандықтан бір жерде осыған қарама-қарсы тотығу процесі болуы керек. Яғни электрондар шығу керек. Жақсы ма? Мынаған бір жерден электрондар түсіп, көмірқышқыл газына қосылып, глюкоза түзілу керек. Вот, осы жерде манағы біздің жарық кезеңдегі шығарған мына НАДФH-тар көмекке келеді. Осы НАДФH-тар тотығу барысында өздерінің үстіндегі электрондарды тастап кетеді мына Кальвин циклына, и протондарын да тастап кетеді. Осылайша НАДФH кері НАДФ плюсқа дейін тотығады. Ал бұл процесті қуаттандыру үшін бізде мына АТФ жарық кезеңінде шыққан, осы АТФ-тің энергиясы қолданылады да АТФ кері АДФ-қа айналады. Жақсы ма? Кальвин циклінде мына көмірқышқыл газын глюкозаға айналдыру үшін мына АТФ получается энергиясын береді, и НАДФH өзінің үстіндегі электрондары мен сутек иондарын тастап кетеді. Жақсы ма? И реагенттер бізде получается көмірқышқыл газы, АТФ және де НАДФH. Ал өнімдер болса бізде АДФ, НАДФ плюс және де глюкоза молекуласы. Ендеше біз бірінші кезең, яғни жарыққа тәуелді реакциясын дұрыстап қарап жіберейік. Сонымен бұл жерде бізде телокоидтың мембранасы бар, міне жасыл түстегі арттағы. Мынау бізде телокоид болса, осы именно телокоидтың мембранасын қараймыз қазір. Үлкейттік, міне. Және де ол телокоидтың сырт жағы, яғни мына хлоропласттың іші, бұл бізде строма. Яғни мынау бізде строма, үстіңгі жағы. Ал телокоидтың ішкі жағы ол бізде люмен деп аталады деп айтқан болатынбыз. Осы моментті дұрыстап есіңе сақтап ал. И мына розовый түстегі молекулалар немесе дөңгелектер не деген сұрақ болатын болса, бұл бізде электрон тасымалдау тізбегі. Жақсы ма? Түгелмен бұның барлығы бізде электрон тасымалдау тізбегі деп аталынады. Так, мына жерде енді бізде не болады? Бірінші болатын жайт,
қазір түсті аударып алайын мына жерде. Бірінші болатын жайт бізде мына фотожүйе 2 деген молекуланың үстіне келеді, жарықтың фотондары келіп осыны соғады келіп. Екеуінің арасында соқтығыс болады. И біз білеміз, мына фотожүйе 2-нің ішінде бізде хлорофилл молекулалары бар. Осы хлорофилл молекулалары мына жарықтың фотоны келіп оларды соққан кезде хлорофилл молекулаларының үстіндегі электрондар қозып возбуждаться етеді деп айтады. Осылар секіріп бастайды. Жақсы ма? И бұл хлорофилдағы электрондар қозғаннан кейін мына фотожүйе 2-ден қашып кетеді. Қашып кетеді, бізде пластохинон деген мына жердегі қозғала алатын немесе жылжымалы деп айтайық, пластохинон деген молекулаға қашып келеді электрондар. Бір электрон деп алайық пока что. Жақсы ма? И бізде получается мына жерде фотожүйе 2 тотықты деп айта аламыз. И оның хлорофилдары, мына хлорофилдары өздерінің электрондарын жоғалтқаннан кейін, енді біз ол электрондарды бір жолмен кері толықтыруымыз керек. И вот электрондарды біз қайдан аламыз? Біз осы жерде манағы фотосинтездің формуласын есімізге түсіретін болсақ, бірінші молекула бізде су болды ғой. Вот как раз таки осы жерде біз судың молекуласын тотықтырамыз. Яғни судың үстіндегі электрондарды мына фотожүйе 2 өзіне тартып алады. Мына жерде оның хлорофилдары электронсыз қалып еді ғой, сол электрондарды кері апарып тотықтырып қояды. Ал су болса бізде электрондарын жоғалтып алғаннан кейін су 2-ке бөлініп кетеді. Бізде O2 деп қояйық, но бізде 1 O ғой енді получается, да, 1 бөлінген 2 O2, бұл бізде көмір деп қойған, бұл бізде оттектің атомы, и осындай оттектің атомдары бір-бірлерімен бірлесіп, сосын фотосинтезді шығып кетеді. Фотосинтезден шығып кетеді, жапырақтан лептистіктер арқылы шығып кетеді. Ал люменде болса, мына сутектің атомдары бізде сутек иондарына айналып кетеді, H+-қа. Бұны біз протон деп те айта аламыз. Неге? Себебі бұны электрондарын жоғалтып алды. Электрондарын бізде фотожүйе 2 өзіне тартып алып кеткен болатын. Фотожүйе 2-ні біз басқаша P680 деп те естіп жатамыз. Себебі ол ең жақсы сіңіретін, мына жарықты сіңірет деп айттық қой. Осы сіңіретін жарықтың толқын ұзындығы именно 680 нанометр болғасын. Оны біз P680 деп айтамыз. Енді мына электрондар пластохинонға келгеннен кейін ол цитохром кешеніне тасымалданады. Міне цитохром B6F деп тұр. Ол B6F дегенге назар аудармай ақ қой, ол просто аты. Жақсы ма? Так, и осы электрондар мына цитохром арқылы өткен кезде, мына цитохром бізде стромының ішінде толып тұратын протондарды мына электронның энергиясын қолдану арқылы ішке қарай атады. Яғни мына, қазір стрелканы дұрыс салмадым, мына протондарды ішке қарай өткізеді. И осылайша бізде іште протондардың, яғни телокоидтың люменінде протондардың саны көбейеді, ал сыртта болса жайлап азайып бастайды. Окей? Одан кейін мына электрондар цитохромды тастап пластоцианин, ПЦ деп тұр. Осы пластоцианин деген нәруызына келеді. Бұл бізде құрамында мысы бар нәруыз. Және де ол электронды фотожүйе 1 деген басқа фотожүйеге көшіреді. И байқап отырса, мына жерде бізде электрондар жайлап энергиясын жоғалтып жатыр. Неге? Себебі осыған дейін ұзақ саяхаттап келді. Мына фотожүйе 2-ден бастап мында секірді, мына жерде энергияларын жоғалтты. И осылайша соңындағы мына жердегі электрондар бізде энергиясы өте аз. И бұл жерде бізде енді не істейміз? Мына фотожүйе 1 тағы да өзіне фотондарды немесе жарықты өзіне қабылдап алады. Осылайша бұның ішіндегі электрондарды да қозып бастайды. Мына электрондар енді кері энергиясын жинап алады. Көбірек энергия алады. Жақсы ма? Фотожүйе 1 тағы да бұның ішіндегі хлорофилдар жарықтың фотондарын өзіне сорып алғаннан кейін. Так, фотожүйе 2-ні еще біз басқаша P700 деп атаймыз. Себебі оның ең жақсы сіңіретін жарықтың толқын ұзындығы 700 нанометр. Окей? Так, сонымен электрон жарық фотонмен соғысқаннан кейін фотон өз энергиясын осы электрондарға берді. Электрондар энергиясын көбейтіп алды. И одан кейін бұл фотожүйе 1-ді тастап, мына жерде темір күкірт нәруызы болып табылатын ферродоксин деген нәруыз мына жердегі молекулаға келеді. Электрон осында келеді. И бұл ферродоксин деген ол электрондарды NADF редуктаза деген үлкен нәруызға атып жібереді.
НАДФ редуктаз деген бұл бізде нәруыз, бірақ ол сонымен қатар еще фермент. Егерде байқап тұрсаң, редукт азы деген жалғасы бар да, бұл бізде фермент дегенді білдіртеді. И мына жерде редукт деген бұл бізде, немесе ағылшынша басқаша reduce, reduct, бұл бізде тотықсыздандыру деген мағынаны білдіртеді. Яғни НАДФ редуктазы ол бізде мына строманың ішінде болатын НАДФ плюс молекуласын тотықсыздандырады деген сөз. Тотықсыздандырады дегеніміз, ол осы келген электронды, өзіне келген электронды НАДФ плюсқа қосады, еще строманың ішінен тағы да сутек протондарын немесе иондарын қосады оған. Осылайша бізде NADFH деген тасымалдаушы, электрон тасымалдаушы молекула түзіледі. Яғни НАДФ редуктазы НАДФ плюсты тотықсыздандырды, оған электрондар берді. И байқап отсаң, мына жердегі строманың ішіндегі протондар тағы да азайып кетті да, олар НАДФ-қа қосылып кетті. Еще мына жақтағы протондар да строманың ішіндегі көбі люменға, яғни телокоидтың ішіне кетті. Бізде мына жерде телокоидтың ішінде, яғни протондардың немесе сутек иондарының үлесі, мөлшері, концентрациясы өсіп кетті, өте көп өсіп кетті. Ал стромада болса керісінше төмендеп кетті. Осылайша бізде концентрация градиенті пайда болады. Концентрация градиенті дегеніміз мына іштегі сутектердің концентрациясы көп, сырттағысы аз деген сөз. Осылайша бізде енді мына іштегі протондар сыртқа шыққысы келеді деген сөз. Осы бізде концентрация градиенті. Алайда бұл бізде плюс заряды болғандықтан олар мембрана арқылы өте алмайды, дұрыс па? Сондықтан оларға бір есік керек. Осы кезде как раз таки біз АТФ синтазы туралы айтып бастаймыз. Себебі АТФ синтазы есік аша алады. Ол бізде мына протондардың немесе сутек иондарының градиент концентрациясы көбейгеннен кейін өзінің ішінде есік ашады. Осылайша іштегі көптеген протондар мына АТФ синтаз арқылы зытып үлкен скоростьпен стромаға, яғни сыртқа шығып бастайды. И осы как раз таки жылдам скоростьті мына АТФ синтазы өзінің пайдасына қолданады. Бұл не істейді? Бұл осы скорость арқылы өзін айналдырады, ротация жасайды. Кәдімгі вертолеттің қанаттары сияқты андай айналып, мына жерде АДФ пен фосфаттың қосылуына энергия шығарып, осылайша екеуін қосып, АТФ деген энергия шығарып алады. Мына жердегі протондардың ағуын қолдану арқылы. Жақсы ма? Так, бізде міне фотосинтездағы электрон тасымалдау тізбегі примерно осылай жұмыс жасайды. Мен саған бір айтып кететін момент, мына электрондар тасымалдау жүйесі бізде митохондрияның тыныс алу кезінде де тап осындай система бар. Оған сен сол митохондрияның тыныс алуына жасаған сабақты бір қарап алсаң болады. Мына жерде қайталап айтып кететін бір моменттар бар. ОБТ-да бәлкім кездесіп қалады. Бізде судың ыдырауы именно фотожүйе 2-де болады. Фотожүйе 1-де емес, фотожүйе 2-де болады. Жақсы ма? И мына жерде, кстати, екі маңызды молекулалар бізде, именно хлорофилдар отыратын молекулалар, олар бізде фотожүйе 2 мен фотожүйе 1. Қалған пластохинон, цитохром, пластоцианин, ферродоксин, олар бізде осы электрондарды тасымалдаушы болып саналады. Окей? И мына жердегі су молекуласының ыдырауы бізде күн сәулесінің қатысуымен жүргендіктен, бұны біз фотолиз деп атап жатамыз. Яғни күн сәулесі арқылы ыдырау деген сөз. Түсіндір алдың ба? Және де мына жерде АДФ-қа біз фосфорды қосып АТФ жасаған кезде, яғни АДФ-ті фосфорлаған кезде, бұл да бізде күн сәулесі арқылы, плюс-минус күн сәулесі арқылы жүзеге асты. Дұрыс па? Себебі АДФ-тің фосфорлануына мына жердегі күн сәулесі арқылы шыққан протондардың градиенті көмектесті, концентрациясы көмектесті. Сондықтан бұны біз жай ғана фосфорлану емес, а именно фосфорлану деп айтамыз. Так, фотофосфорлану, яғни күн сәулесі арқылы фосфорлану деген сөз, мына АДФ-тің фосфорлануы. Окей? Осы моменттарды дұрыстап есіңде сақтап ал, и келесі сабақта біз фотосинтездің қараңғы кезеңде кездесеміз.